Армысыздар оқырмандар қауымы. Біржан-Сал ауданы Абай ауылының кітапханашысы Қалмұратұлы Ердәулет. Салқып Кәкімбек, мен де досым, құрдастар көп ақын жанды, ақниет сырластар көп, солар күтіп жүргендей сезінемін. Қашан тағы кезекті жыр бастар деп 1932 жылы 22 қаңтарда солтүстік Қазақстан облысы Шал Ақын ауданы Еңбек ауылында дүниеге келген. 1955 жылы Мәскеудің түсті металлургия және алтын институтын бітірген. Оқу орнын бітіргеннен кейін Жезқазған кенішінде кен мастері, учаске бастығы, Жезқазғанның Қаныш Сәтбаев атындағы кен металлургия комбинаты парткомының хатшысы. 1968-1973 жылдары Қазақстан КП Жезқазған қалалық комитетінің бірінші хатшысы. 1973-75 жылдар арасында Жезқазған облыстық комитетінің екінші хатшысы қызметін атқарды.